Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз денсаулық туралы болмақ. Адам егерде күн сайын құрма жесе не болады? Күзде көптеген адам үшін сүйікті жидек құрма. Бұл жидек дүкен сөрелерінде тек белгілі бір маусымда, яғни қыркүйектен желтоқсанға дейін тұрады. Мамандардың айтуынша, жаңа піскен құрманы жиі тұтыну әжімнің ерте пайда болуынан, жасқа байланысты дақтардан, альцгеймер ауруынан, созылмалы шаршау мен көру қабілетінің нашарлауының алдын алып, жүрек ауруының қаупін азайтады. Сонымен құрманың қандай пайдасы бар? Ең алдымен жүрек ауруларының алдын алады. Құрма құрамындағы танин және өт қышқылдары қан қысымын және зиян әсер беретін холестерин деңгейін төмендетеді. Холестерин деңгейін төмендетуге талшық та көмектеседі. Калий мен магний қан қысымды қалыпқа келтіруге көмектеседі. Нәтижесінде тамырлардың икемділігі артады. Құрма еркін радикалдардан қорғайды. Оның құрамында антиоксиданттың мөлшері көп. Олар бос радикалдардан қорғап, иммунитетті арттырады және зат алмасуға қатысады. Сонымен қатар, антиоксидант ерте қартаюдан қорғап, тері, шаш және тырнақтың жағдайын жақсартады. Ал бета-каротин көру органдары үшін де маңызды. Және құрма йод тапшылығының алдын алады. Бұл микроэлемент балдыр мен теңіз өнімдерінде ғана емес, сонымен қатар құрмада да кездеседі. Йод жетіспеушілігі қалқанша безінің ауруларына әкелуі мүмкін. Және зат алмасу жұмысын қалыпқа келтіреді. Құрманың құрамында В5 дәрумені бар. Жалпы В дәрумендері ағзадағы көмірсудың, амин қышқылдың және майлардың өзара байланысуы үшін қажет. Құрамында қышқылдың концентрациясы төмен болғандықтан, құрма асқазан ішек жолдарының ойық жара, бауыр және бүйрек ауруларына жақсы әсер етеді. Сондай-ақ, құрма құрамында әрбір адамның ас мәзірінде болуы керек диеталық талшық бар. Тағы құрма құрамында кальций, фосфор, темір және дұрыс тамақтанудың маңызды құрамдас бөлігі С дәрумені бар. Ал құрманың зияны қандай? Мамандардың мәліметінше, панкреатиттің өткір түрі, қант диабеті және семіздікпен күресетін адамдар бас тарту қажет. Дәлірек айтқанда, құрманы көп мөлшерде тұтыну денсаулықтың әртүрлі мәселелерін тудыруы мүмкін. Мысалға, ішек мәселелері. Жидектің құрамындағы талшықтың артық мөлшері ас қорыту жүйесінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Піспеген жемістерде арнайы диеталық талшықтар бар. Асқазанда олар сіңірілмейтін кесекке айналып, ас қорыту жүйесінің жұмысын тежейді. Асқазан ішек жолдарының созылмалы ауруларын өршуі кезінде құрма жемеген абзал. Бүйрек мәселелері. Құрма диуретикалық әсерге ие. Оған қоса құрамында танин бар. Ол бүйректің жұмысын бұзып, тас түзілуін тудыруы мүмкін. Және де қант деңгейінің жоғарылауы. Құрма құрамында фруктоза өте көп. Сондықтан қант диабетімен ауыратын адамдар құрманың аз мөлшерін жесе де, құрма ағзадағы қант деңгейін күрт арттыруы әбден мүмкін. Осымен достар, бүгінгі видеомыз сіздерге өз пайдасын тигізді деген ойдамыз. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше.